Ё-моё! Баршаңызға сәлем достар, сіздер Мырзаның каналындасыздар. Ал бүгінгі видеоның описаниясына қарасаңыздар, өте қызық нәрсе күтейін деп тұр. Так что комментарий, лайк, подписканы басып кетіңіздер. 25 мың болып қалдық уже. Одан кейін 30 мың болсақ, одан да күшті видеолар түсіретін боламыз. Ал біз қазір студияға келгенбіз ғой. Мен, Улмери, Үнжу, Батыр, бәріміз келгенбіз ғой съемка түсіруге. Енді алар что-то ауырып қалған сияқты. Ауырып жатсың ба сен, Үнжу? Қай жерің ауырып жатыр? Аллергия беріп жатыр ма? Неге? Баған жеген айттым, көп чипсы жемедің. Соған ау сенікі. Чипсиға емес па случайно? Көп жеп қойдың ғой сен. Ё-моё, врач шақыру керек қой. Ё-моё, няқта Улмери жатыр. Улмери? Сен қай жерің ауырып жатыр? Ыстығым шығады. Ё-моё, сен мороженое болып жерің ғой. Болмайды ғой ол ше. Улмери бәріңе скорый шақыру керек болды. Саған ше не болды? Дардай болып, не ауырып жатсың сен? Менде депрессия. Ой, мынада депрессия, оның ауыру. Қызылтасып өткен ба не? Депрессия дейді ғой. Неге депрессия сенде? Мен настроением жоқ. Не настроение жоқ? Енді бәріне шеттерінен не болған? Бәрі ауырады. Бір врач па, бір нәрсе психолог. Мынаған психолог керек, мынаған дәрігер керек. Анаған да дәрігер керек. Мына үйге ауырып жатыр, мына депрессия дейді. Мына түрен қарсаңдаршы. Мазасы кет қапты ғой. Настроение. Қой мен бір врач шақыржайын көрші, бір таныс бар еді. Психолог бәрін сөйтіп. Бақма, врач шақырам, қорқпайсыңдар ғой? Қорқпайсың ба? Укол салам десе де қорқпайсың, е? Үнжу сен ше, укол салам десе қорқасың ба, қорқпайсың ба? Кішкене қорқам? Қорқпа, мен жақсын шақырам көз. Қағада мұноски не ғой, короче. Ал. Так, телефонмен бір звондап жіберейік. Так, қазір звонып көрейік. Қазір звондаймын, күте тұрыңдар. Алло. Мен ғой, мен. Няқта кішкентай қыз ауырып жатыр, и бір үлкен дағардай жігіт депрессиямын деп жатыр. Соған бір кетші дейді. Соған бір мақты бір психолог, дәрігер, қолынан бәрігер адамдар болып, сондай бір шақырып жіберсеңізші. Бірақ алдыңғыдай андай клоун дегендер керек емес та, таза бір врач жіберсеңіз, иә? Болды, достар, бір сағат күтіңдер, келеді, короче. Мақма? Қалаң ар жағынан заказбен келе жатыр ғой. Шыдай тұр енді сәлсе, оны просто адам көп екен, короче, оны заказбен ар жаққа, бер жақында денесі қышып жатыр. Бопты қазір, достар, қазір врачтар келген кезде қайттан бір видео связьға шатын болам. Күтіп отырмын қазір, сәл келді ау деймін. Келді походу. Ё-моё! Сіз врачсыз ба? Саламатсыз ба? Ой, сол қолмен, оң қолмен амандасады екен ғой. Сіз врачсыз ғой точно, иә? Ауырып қалды деген сіздер ма? Иә, біз ауырып қалдық дегенде. Ойбай. Достар, что-то подозрительный. Кім ауырып жатыр, көрсетіп жібересің? Так, бірінші мына жаққа жүрейік. Мына қыздың денесі қышып жатыр және аллергия беріп жатыр. Аллергия беріп жатса? Не істеу керек? Маған қаны керек. Ондай емес. Аллергиясын алу үшін қанын бірінші зерттеп көру керек. Сосын қандай аллергия екен табын. Бәсіз что-то андай бір вампирлер сияқты айтып жатсыз ба, бір нәрсе болдыңыз ғой? Отырыңыз мына жерге. Пока басам айтып, ана екеуді көп шақырмайсыз ба сразу? Асықпаңыз мына екеуді. Так. Так, екінші пациент бізде температура болып отырмын дейді. Сіз түрі қорқынышты болса да доктор екен. Мынада депрессия. Депрессия дейді? Мен түсінбедім, не ауру екенсіз, депрессия емдей аласыз ба? Иә. Не керек оған бұл адамнан? Бұл адамнан не керек? Кән көзіңіз көрейін. Көзін көрейін шейді. Мен көрейін да? Психологтар жоқ. Депрессия дейді. Мен сен депрессия дегенін. Көп адам емдей алмайды екен депрессия. Көзіңізді ашсаңызшы. Көрсетейін мысалы. Қойшы, мырза кім Сіз шақырдың? неге мені шақырасыз, сізге пациенттеріңіз ондай болса? Басқа бір уколма салсаңыз депрессиясы кет қала салатын жоқ па? Пациент болған нормальный доктор шақырмайсың ба? Енді укол салу үшін бірінші причинасын білу керек қой маған. Мен сізге айтып отырмын ғой, депрессия деп отырмын ода. Көз нормальный доктор бар, ондай болмайды. Сіздің көзіңіз негізі Қарсынан түрі дұрыс емес қой анау. Қыздардың көздері қорқып жатыр.
Aboylasаңызшы. Ё-моё. Өмері бергесі өмері бергел. Мен нағыз тексеріңіз бірінші. Үнжу, бар. Қыздар тексеріңіз бірінші. Бірінші қыздарға салып жіберсеңші онда. Депрессияң кейін емдейік налар. Соңынан емделеді. Я налар ауырып отыр ғой қазір қатты. Бұл не? Жоқ, бірінші үлкенді тексерсеңізші. Налар может емдеп боламын дегенше мен депрессиямда кетіп қалар. Я можешь кетіп Уже қалар. я қорқып тұрсыздар ма? Жоқ. Ой, мынау бір нәрсе құйды. Антисептикті қолмен сатым еді? Әше қол жумайды Қай антисептик. очередь жатыңдар келіңіздер. Қойыңыздар. Вообще, ағам жүстіңізші. Апай Бопты. Доктор апай десей. Доктор апай, ағам бірінші тексеріңізші. Бұлаң. Настроение жақсы. Жоқ емес, нормально қалды. Жоқ, Сіз бірінші. Көрекші, мына қыздар қорқатыр ғой енді. Батыр деген батырсың ғой енді. Давай. Қақа жан, не қажет ама? Көрсің енді депрессияңа сәл көмектесіп қалатын шығар. Көрек. Кән көрек, енді депрессия қысқар. Отыр, батыр. Депрессия жақсы кетіреді. Точно кетіреді ғой, ә? Сөз беріңізші мені. Сөз бересіз ғой, ә? Иә. Енді бұл сразу әсер етпейді. Сәл біраз уақыттан кейін. Подозрительно қолдалды ғой жота. Енді дұрыс әсер етпесе, бірақ кері әсері бар. Бірақ Зомби болып кетуі мүмкін да. Депрессия точно. Ой, ондай жоқ шығар. Депрессиядан ғой, жеңілдер шығар. Кән отырып көрші, батыр. Кім батыр салса сабалдыра бересіңдер ғой, ә? Болды, қараңдар. Депрессия, бұл кісі депрессияны тамақ көп жібергеннен болады ау деймін. Жоқ емес. Север кетуші. Тамақ жеп жүрген жоқ. Жоқ, асып кеткен ғой қазір. Жеп жүрген тамақ ма? Мынау не? Бұл Америка флаг. Давай, кән қолыңды ашсай. Қолыңды ашыңыз. Так, көрейік енді. Батыр енді, абайла, ауырып отса айт. Сразу айт, батыр. Бір жаман нәрсе сезіп алса, сразу айт. Тоқта, тұрыңыз. Не болды анаған? Солай емделе ма, точно? Я ол қазір ойланбасын дегенде. Апай, сіз қайта бересіз ғой негізі? Жоқ, мен бәрін емдекеті бөліп Көмектесе ма, точно? Оянса нормально болып қала ма? бұл қалада менің авторитетім жоғары андай күшті левелдағы бір айтқан. Үнжу, саған салсын. Бол, қорқпа, мен қарап тұрмын, шашамайтын жақты ғой. Да, Улмериге салып жіберіңізші. Бұда температура, аллергиямен шатастырмамаңыз, ә? Температура? Иә, точно температура. Бірақ аллергия емес, температура. Бұл комплексиональный дәрі ғой. Бәріне келе ма? Болды, онда салып көрейік. Бәрі нәмі болып кетсе, олдай тұр, қорқпа. Батыр, өтірік ұйықтап қалған жақты ма же? Білмеймін, достар, комментарий жазып жіберіңіздерші. Врачқа сенуге бола ма? Көріп тұрсыз ба? Аха. Енді осылар көп болады ғой қазір. Ойбай. Бұл да талып қалды ғой? Бәрі талып қалып отыр. Точно осылай ма? Осылар әсер етеді, иә. Так, Үнжу. Кән. Жатын жерге тұрсаңыз. Абайлап саңызшы бәрі ұйықтап қалады саған уколдардан. Анақта батыр оянып отыр. Батыр çoğadam нормально қалды ма? Улмери? Оян. Я бәрі оянды ғой. Яма! Не болады? Батыр! Видеоны аяқтайық осылай соңына келдік достар. Ал қалай бүгінгі біздің мини кино болып шықты ғой негізі. Яқты Аяжан түрін қарсаңыздаршы. Ё-моё, өз видео түсіріп отыр, қорқатын ғой. Екеуі де қорқып отыр Аяжаннан, шынымен видеода. Қорқпайсың ғой. Көзің бадырайып тұрды ғой. Ал достар, сіздермен болған мен Мырза, Улмери, Үнжу, Аяжан, Батыр. Егер де дәл осылай тағы да видео көріңіз келсе, лайк басыңыздар, комментарий жасаңыздар. Ал баршаларыңызға пока!